Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен қамырын илеп алатын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет. Ұнымыздың үстіне қант және қопсытқышымызды қосамыз, разрыхителімізді. Оның үстіне бір жұмыртқамызды қосып, бір араластырып алатын боламыз. Сары майымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Майымыз бөлме температурасында жұмсақ болып тұруы қажет. Дәл осы рецептпен дайын болған қамырымыз, яғни осы жасап жатқан қамырымызбен басқа да пирогтарды дайындасаңыздар болады. Творожный пирог, немесе жаңағындай восточный сияқты пирогтарды дайындасаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болуы қажет. Менде формочкам диаметрі 24 сантиметрлік. Енді осы формочкамызға қамырды бір келкі етіп жаятын боламыз. 24 сантиметрлік жаңағы формочкамызға осы дайын болған қамырымыз жақсы келетін болады. Қатты қалың да емес, жұқа да емес. Егер тестамыз қалың болып кетсе, онда пирогымыз да аса дәмді емес болып қалатын болады. Енді бұл бізде сникерс болғандықтан осының үстіне қазір начинкасын саламыз. Осындай арахис менде. Оның үстіне бір банка жаңағы вареный сгущенка кетеді. Екеуін жақсылап араластырып, осылай начинкасын бір келкі етіп салып шығатын боламыз. Және печкамызды алдын ала қыздырып қойған болатынмын. 200 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пирогымызды пешке жібергеннен кейін осылай бетіне ганаш дайындайтын боламыз. Менде казахстанский шоколад. Оның үстіне сары майды салып, водяной баняда немесе микроволновкада жақсылап ерітеміз. Пирогымыз дайын болды, пісіп шықты, және мен жақсылап суытып алдым пирогты. Сіздер де міндетті түрде суығаннан кейін ганашты бірақ құйыңыздар. Еріген шоколадымыздың үстіне қалған орехімізді салып, осылай бетіне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Осымен біздің сникерс пирогымыз дайын, көп уақытта алмайды және бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын пирогтардың бірі. Пирог дайын болғаннан кейін міндетті түрде холодильникке жарты сағатқа, бір сағатқа қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз.